Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі оп-оңай болып жасалатын саңырауқұлақ бәлішін жасаймыз. Бізге ең алдымен бір жұмыртқаға үй температурасында тұрған сары май және де жарты шай қасық тұз салып жақсылап араластырамыз. Май міндетті түрде үй температурасында болуы керек. Осылай шанышқымен езген кезде жеңіл езіліп тұратындай. Одан кейін үстіне електен өткізілген және де үй температурасында жылы болған ұннан саламыз. Барлығын араластырып жұп-жұмсақ етіп бір қамыр илейміз. Достар, егер де сіздерге менің каналым ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп, пікір жазып және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал жаңадан келген достарыма міндетті түрде менің каналыма тіркелуді сұраймын. Өйткені алда көптеген жаңа рецепттер болады. Осындай қазақша каналдың дамуына сіздер де үлес қоса аласыздар. Мінекей қыздар, біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды жұмсақ қып илеп болғаннан кейін ұн сеуіп жабыспас үшін және үстіне жайып әдемілеп оқтаумен жайып аламыз. Қамырды негізінде формаңыздың қалыпына қарай жайсаңыз болады. Мендегі 4 бұрышты 38 сантиметрлік қалып болғаннан кейін мен қазір 4 бұрышты қалып жаямын. Егер сіздерде 26 сантиметрлік домалақ болған қалып болатын болса, онда дөңгелетіп жаясыздар. Мінекей қалып келді. Қалыптың үстіне дөңгелетіп шет жақтарын шығарып, ортасын жіп-жіңішке етіп басып, осылай түзетіп шығамыз. Қамыры дайын болғаннан кейін салмасын жасауға кірісеміз. Бізге ең алдымен саңырауқұлақ, болғар бұрышы, ірімшік, пияз және ас көк керек. Саңырауқұлақты ең алдымен осы видеодағыдай бірінші ортасынан қақ бөліп, одан кейін осылай жіп-жіңішке етіп тураймыз. Бұрышты да өз қалауыңыз бойынша турасаңыз болады. Мен ұзыншақ етіп турап, тура ортасынан екіге бөлдім. 4 бұрышты қып турасаңыздар да болады. Ал пиязды тура ортасынан бөліп, 4 бұрышты етіп тураймыз. Қыздарым, мінекей менде саңырауқұлақпен бұрыш дайын болды. Енді оны алдын ала ысытылған табаға салып, бірінші пияздан бастап қуырып аламыз. Пияз қуырылып болды деген кезде үстіне жаңағы бұрышпен саңырауқұлақты салып, жақсылап қуырамыз. Шамамен 7 минут өткеннен кейін қақпағын қайта ашып, үстіне бір шай қасық тұз саламыз. Мінекей қыздар, саңырауқұлақ дайын болды. Енді бұның суын міндетті түрде сүзіп аламыз. Одан кейін қамырдың үстіне тек қана салмасын өзін салатын боламыз. Одан кейін ас көкті турап аламыз және ірімшікті үкіштен өткізіп, жаңағы салмамен барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Қыздар, осы жерде кез келген дәмдеуішті қоссаңыздар болады. Бірақ та саңырауқұлақтың өзіндік бір дәмі болғаннан кейін ешбір дәмдеуішті негізі қажет етпейді. Одан кейін қамырдың үстіне мінекей салмасын саламыз да алдын ала ысытылған пеште 160 градуста шамамен 15-18 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, біздің мына бәлішіміз иісі сондай керемет болып пісіп шығады. Дәмін енді айта алмаймын, жасап көріңіздер. Алдын ала сіздерге ас болсын және де келетін қонақтарыңызды міндетті түрде ерекше тағамдар жасап, менімен бірге қалып қуантыңыздар.